Қаланың картасында бар, бірақ тізімінде жоқ. Қызылорданың іргесіндегі Бәйтерек мөлтек ауданында 10-ға жуық үй өркениеттен тыс өмір сүріп жатыр. Әкімдік осы аумаққа кезінде шаруашылық негізінде қоныс тепкен отбасыларға үйлері сүріліп көшірілетінін ескерткен. Бірақ содан бері қанша жыл өтсе де ешқандай әрекет жоқ. Тұрғындардың базынасын өңірдегі тілшіміз Әділбек Серікұлы тыңдап қайтты. Нұрбек Мұхан бұрын осы жерде мал жайғап ата кәсіппен айналысқан. 2016 жылы бұл аумақ қалаға қосылып 980 гектар жер телімі тұрғын үй кезегіндегі азаматтарға үлестірілді. Жаңа мөлтек аудан құрылғанына қуанған отбасылар келешектен үлкен үміт күтіп еді. Алайда тұрғындардың мәселесі шешілмей, әлі жырақта қалғандай өмір сүріп жатыр. Бір 20 үйдей болған, қалғаны бұзылып кетті. Қалаға көшіп жұмыс болмағасын. Жол жоқ. Бұл Бәйтерек қосылып еді. Бәйтерек неғымайды, Бәйтерекке қоспайды бізді. Анда, мұнда жоқ 10 шақты үйдің тұрғындары қыста пешке от жағып әбігерге түссе, тұрмыста газ баллонын пайдалануға мәжбүр. Мынау есік ауласындағы кір жаятын сым емес, бұл жоғары кернеулі электр желісі. Тұрғындар кезінде шама шарқынша өз күштерімен тартып алған. Қатты жел соғып, дауыл тұрса, осындағы үйлер жарықсыз қалады. Мұнда бірнеше отбасы жапсарлас салынған баспанада тұрады. Оның өзі әбден ескіріп, тозығы жеткен. Ал оны жөндейін десе, тұрғындар ертеңі не боларын білмей отыр. Взносқа жібереміз дегеніне уже неше жыл болды, 4-5 жылдай болып қалды. Бізге айтты, взносқа жібереміз, осы жерде отыра беріңдер, орнына үй береміз деді. Біз сосын қозғалмай отырдық. Енді қайта барамыз, жылда барамыз, документ дайындатады, қырғын ақшамен документ дайындатады. Енді оның нәтижесі жоқ, басқасы жоқ, қаласың деп айтпайды, біз қимылдай алмаймыз. Салаға жауапты мамандар Бәйтеректегі бұрынғы тұрғын үйлердің мәселесіне қатысты бастапқы кездегі көшіру туралы шешім өзгергенін айтады. Кезінде, яғни жаңағы жер учаскелер кезекке тапсырылғанға дейін бұл аумақта шаруа қожалығымен айналысатын аумақтар болған. Осы жер учаскелер алдағы уақытта нысаналы мақсатын ауыстыруға өтініш білдірген жағдайда біз жер кодексінің талаптарына сәйкес ауыстырып беру мүмкіндіктері қарастырылатын болады. 6 жылдан бері жүгін жинап көшуге дайын отырған отбасылар енді жаңа мөлтек ауданның тұрғын атану үшін қайта құжат әзірлеп, баспаналарын заңдастыру қажет. Онсыз инженерлік коммуникациялық жүйелерге де қосыла алмайды дейді мамандар. Қызылордадан Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, ұлттық арна.